Сәлем достар, біз бүгін сіздермен дәмді котлеттер дайындайтын боламыз. Ең алдымен 5 тілім нанды суға салып қойдым. Осы уақытта пиязын турай береміз. Пиязды майдалап турауға, болмаса блендерден өткізуге болады. Туралған пиязды фаршқа салып, оның үстіне суынан ажыратып, яғни қатты сығып, нанды саламыз үстіне. Нанды мен көбірек қосты десеңіздер, онда азырақ қосуларыңызға болады. Мен фаршы майлы болғаннан кейін осындай 5 бөлік нан қостым, және бұл көпті кетпейді деп санаймын. Нанды салып болған соң бір жұмыртқа қосып, және тұз, бұрыш, паприкасын салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластыру өте маңызды, себебі түйіршік болып қалмайтындай болу керек. Біркелкі массаға айналдыруымыз қажет. 5 минуттан кем араластырмау керек. Қажет болса, фаршты ұрып араластыруымызға болады. Егерде тым қою болып жатса, онда 3-4 қасықтай су қосуларыңызға болады. Міне котлеттің фаршын жақсылап араластырып болдым. Енді бұны формаларға келтіреміз. Қолымызды суға батырып, сулы қолмен фаршымызды аламыз да дөңгелектейміз. Егерде біркелкі масса болмай жатса, осы жерде ұрып жіберулеріңізге болады екі алақаныңызбен, және оны ұнға батырып, екі жағын жақсылап аунатамыз. Сулы болмауы керек сырты, яғни ұн суды өзіне сіңіреді. Майға салғанда пытырлап май шашырамас үшін. Және ұн бұл әдемі түс береді, корочка болып. Қызып тұрған майға котлеттерімізді кезек-кезек саламыз. Арасы ашықтау болу керек, тым тығыз да орналастыруға болмайды, себебі котлеттеріміз қуырылудың орнына олар пісіп кетеді, суға піскендей. Сол себепті ара қашықтықты сақтау міндетті. Қатты отта бір жағын жақсылап қуырып алғаннан кейін екінші жағын аударамын, және екінші жағын аударғаннан кейін барып отты бәсеңдетіп, бетін қақпағымен жауып қоямын. Қымбатты менің оқырмандарым, сіздер менің каналымда видео рецепттердің барынша ықшамды болып шығатынын білесіздер. Бұл жолы котлеттерді барлық видеоларды қысқартпай беруді жөн көрдім, себебі дайындалу барысымен толық таныссын деген ойда болдым. Егер жазылмаған болсаңыздар, каналыма тіркеліңіздер, және лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.
Міне котлеттер қуырылып болды. Енді бұларды аламыз және міндетті түрде салфеткаға, не болмаса қағазға салу міндетті, майын сорып алу үшін. Міне котлеттердің бәрін осындай тәртіппен пісіріп аламын. Өте жақсы, дәмді, әрі әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте түсінікті әрі оңай деп ойлаймын. Ас болсын.